шүкір, Аллаху акбар. Жаратқан Аллам, айналайын осы күнге жеткізгеніне мың қайтар шүкір, тәуба. Міне қара шаңырақта тұрмыз бәріміз бала шағамызбен. Күл бала шағама, осы шаңырақтағы егес қуанышқа, мөлдіріме, мына бала шағаларға айналайын мың рахмет. Гүлжан, сен де жан ұяңна аман есен бол. Нұржамал, сен де бала шағың аман есен жақсылығын көр. Ауырмаңдар. Жанарик, сен де отошағыңда тату тәтті Рамазан екеуің өмірлерің ұзақ болып, бақытты, шаттықты өмір сүріңдер. Не деймін мен сендерге, биылғы жыл Құда қаласа жаман болған жоқ. Құдайға шүкір, бала шағамыз аман есен. Енді ауырдым, аунадым дейді, Құда қаласа ол ауру дегенде ол да күліп келіп мысқылдап шығатын аурулар, ол кететін шығар Құда қаласа. Сендерге тілейдім, ең керегі денсаулықтарың болсын, ауызбіршіліктерің болсын. Осы 5 балам бір-бірдерімен тату өмір сүріңдер. Қуатым міне Мединада қазір жолға шығайын деп тұрған, Умраға жылықта жүрген балам Қуатым аман есен келсін. Сол жақта тілеген дұғалары қабыл болсын. Не тілесе Құдай Алла тағала аумин десін періштелер. Жаратқан Аллам бәрімізге де Құда қаласа осы міне мен бақыттымын. Міне 5 балам умра үлкен қажылықта болған. Құда қаласа келешекте мына 3 қызымды ойлаймын. Баратын шығар. Әсті өзі Алла тағала өзі шақырып кетсе баратын шығар деп ойлаймын. 3 қызым мен бақыттымын, что мен осы балаларымда иманкершілікке, осындай ауызбіршілікке, жақсылыққа тәрбиелегеніме. Сендер осы өміріммен жалғасып кете беріңдер. Бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Еш ауырмаңдар, бала шағаларыңды сондай әдебиетті, инабатты, иманкершілікке нетілген балаларды, оқымысты ұрпақ. Мен ойлаймын, что 70 атам ұрпағы өте жақсы ұрпақ болады деп ойлаймын. Аман болыңдар, осында келе жатқан жаңа жылқы жылдарымызға құт берекесімен, бақ дәулетімен, ырыздық несібесімен, қазақтың ең жақсы көретін жануары жылқы, сол жылқы жыл қазақ еліме жақсылығымен келсін. Бәрден Құдай тілейтін дендерің сау, бастарың аман, бақытты, шаттықты өмір сүріңдер. Аумин, Аллах, бұл беріп жатқан бәрі 5 балама батам. Сол үшін шықпайындар.